2020 жыл қандай телефон алсам болады? Не үшін дәл осы телефон? Бірінші кезекте болады 4 камера, одан кейін бағасы небәрі 113 мың теңге. Бұл телефон осындай 3 минусы бар, бірақ бірден айтайын сіздерге. Бәлтаразда қайырлы күн. 2020 жылы бізге өте қиын жыл болды. Коронавирус, карантин, халықта ақша жоқ. Соған байланысты көпшілік адам сұранысы бойынша 2020 жылы қандай телефон алсам болады? Қандай арзан телефон алсам болады? Сол жайында бүгін блог болады. Тағы бір қызық нәрсе, естеріңіз болсын, 2019 жылдың арзан телефондарын, соның ішіндегі қазіргі күнге дейін актуалды болып тұрған 2020 жыл одан да арзан болды. Сол телефондар жайында бүгін обзор түсіретін боламыз. Достар, бізге лайк басып кетіңіз. Сол лайк деген нәрсе бізге үлкен мотивация береді. Жалпы қазақша блог, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Сонымен дайынсыздар ғой, қайтадан бастап кетейік. Бірінші телефонымыз Xiaomi'дің Redmi Note 8 Pro деген телефоны. Не үшін дәл осы телефон? Бірінші кезекте болады 4 камера, одан кейін бағасы небәрі 113 мың теңге. Сонымен камералы мегапиксель айтып кетейін сіздерге. Ең основной камерасы 64 мегапиксель, одан 8 мегапиксель, 2 мегапиксель, тағы да 2 мегапиксель, ал фронтал кісі 20 мегапиксель. Бірден келген нәрсе бар, мегапиксель қанша көп болған сайын, оның бір керемет түсіреді деген ондай ойды алып тастаңыздар. Себебі фотоның әдемі болып шығу, оған бірінші кезекте сол әрине мақұл мегапиксельді әсер етеді, одан кейін матрицасы әсер етеді, одан кейін бағанағы ішіндегі алгоритм сол да әсер етеді. Жалпы фотоның, видеоның әдемі болып шығуына. Мегапиксель көп екен деген ол маркетинг ход деп ойласаңыз сол дұрыс болады. Бұл жалпы компаниялар солай қолданады. Одан кейін батарейкасы 4500 мАч, яғни сіздер спокойно ойын ойнай аласыздар, жалпы жұмыс жасай аласыздар. Одан кейін диагонал 6.53, нормально үлкен деген сияқты ғой, нормально отыра алып, ойнап, кино көруге де бәріне. Одан кейін NFC деген функциясы бар. Яғни NFC деген не ол? Яғни сіз онлайн түрде телефоныңыз бар, мынандай телефон. Соны просто былай неге терминалға бүйтіп қойып, былай сразу оплата жасай берсеңіз, Каспий перевод деген тема болмайды. Вот сондай мүмкіншілік бар. Одан кейін оперативкасы 6 гигабайт, одан кейін памяті 64, 128 гигабайт. Енді өзіңіз қайсысын еді, сондай 128 қымбаттау деген сияқты, баған 64-ке қарағанда. Вот. Енді минусын айтайық. Минусы қандай бұл телефонның? Бұл телефонның минусы бірінші кезекте. Бағана айттық қой, батарейкасы 4500 мАч деп, бірақ по факту келген кезде батарейкасы онша көп шыдамайды. Одан кейін екінші минус, бұл телефонның тез қызып кете береді. Яғни ойын ойнап жатқан кезде көпшілік адамға дискомфорт. Артық қызып тұрған кезде бір жарылып кететін сияқты ондай ощущение болады. Вот сондай да минусы бар болып тұр енді. Бірақ енді бағасына енді соответственно ғой бір жағына қарағанда. Одан кейін үшінші минусы отпечатка пальца артында. Енді көпшілік қазір таңда білесіздер, алдында бүйтіп үйреніп қалғанбыз, бірақ мынау артында бұл деген сияқты бізге көпшілік адамға енді дискомфорт береді. Сондықтан да бұл телефонның осындай 3 минусы бар, бірақ бірден айтайын сіздерге. Мына телефонның бағасына, бірақ беріп жатқан функциясы өте жақсы. Өте жақсы. Жалпы ойында ойнай аласыздар, бағана минус болып тұр, енді бағасына сәйкес. Екінші телефон бұл Samsung-тың A50 деген телефон. Неге бұл телефонды қайтадан айтатын? Естеріңіз болса, алдыңғы блогта да айтқам. 790 теңге. Бірінші кезекте, бізге бірінші кезекте қазір таңда камера керек. Бізде бұл да 3 камера. Мегапиксель 25, мегапиксель 8 мегапиксель, одан кейін 5 мегапиксель. Ал фронтал кісі тоже 25 мегапиксель. Full HD түсіреді. Вот сондай артықшылығы бар. Одан кейін процессор 8 ядролы, одан кейін диагонал 6.4. Вот осындай артықшылығы бар осы телефонның. Енді бұл жайында толық сұлпақ түктеріне барып, мен алдыңғы блогында толыққанда сотрудниктерден сұрап, былай обзор жасап неғам. A50 телефон алғандар дұрыс деп санайды. Себебі A50-ның өзінің характеристикасы және өзінің бағасына өте лайық екен. Себебі не үшін? Толық нұсқасы осы сілтемеде тұр. Егер қызық болатын болса, кіріп көріңіз, толыққанды сөйлен аласыздар. Жалпы бұның ең артықшылығы бұның бағасы керемет. Соған байланысты беріп жатқан функционалды өте керемет. Сондықтан да осы телефонды мен екінші осы телефонды айтады. Одан кейін бізде келесі үшінші телефонымыз Realme X-T деп аталатын телефон. Вот бағасы 125 теңге. Қымбат болғанмен, бірақ соған беріп жатқан функционалы өте керемет, артықшылықтары өте керемет. Вот сол бір артықшылығын айтып кетейік. Бұл да тоже бағана айтатқанымыз 4 камера, 64 гига, 4 камера. Камерасы 64 мегапиксель, одан 8 мегапиксель, одан 2 мегапиксель, одан кейін тағы тоже 2 мегапиксель. Ал фронтал кісі 16 мегапиксель. Диагоналы
4 NFC бар. Бағана NFC деген заңын айтқан. Онлайн телефонмен оплата жасай бересіздер. NFC функциясы бар. Батарейкасы 4000 мАч. Одан кейін процессор Snapdragon 712, нормальный процессор бағасына. Оперативка 8 ГБ, память 128 ГБ, быстрая зарядка деген функция бар, 20 вольт. Вот сонда артықшылығы бар бұл телефон. Ал енді бұның единственный бір минусы, просто бұның бағасы 125 мың теңге. Бірақ енді бір нәрсе бар да, беріп атқаны бағасына, мынан тұрған ценасы, беріп атқан функционал NFC бар, батарейкасы нормальный, диагонал нормальный, быстрая зарядка бар, ана камера, 4 камера, фронталкасы 16 деген секілді. Сондай бір артықшылығы бар, бұған енді бірдеңке айту енді қиындау. Бұл арзан телефондар бар, минус тағудың өзі ұят қой деген сияқты. Өздеріңіз білесіздер, қай телефон нормальный деген секілді. Енді өздеріңіз біліңіздер, қай телефонды алған дұрыс, алмаған дұрыс. Сіздерге 3 таңдау бердім. Енді келесі тағы бір таңдау, тағы бір телефондар блог жасайтын болса, арзан телефондарға. Енді өздеріңіз таңдай аласыздар. Одан кейін тағы бірдеңе айтып, бағана айтып отқан лайфхак дейміз. Телефонның жақсы сүруі мегапиксельге байланысты емес. Бағана айтып кеткенде матрицасына байланысты, одан ішіндегі алгоритміне байланысты, еще бағана процессорына да байланысты тоже. Бағана жақсы сүруі. Одан кейін камерасы көп деген тема жоқ. Камерасы қанша көп болса жақсы сүреді деген тема жоқ. Әсер етеді жақсы сүруіне. Бірақ 100% деп айтпаймын. Мысалы айтқан кезде, мысалы iPhone-да 2 камера, мысалы басқа телефонда 4 камера, 3 камерадан қойып тастаған, мысалы айтқан кезде кезінде де, мысалы қазір шығып жатқан iPhone жаңа телефон, мысалы жаңадан шыққан iPhone SE деп аталған телефон. Бұл да вообще бір-ақ камера деген секілді. Бірақ оны түсіріп жатқан снимктер, мысалы суреттер өте керемет. Вот осындай артықшылықтар мен кемшіліктері бар. Одан кейін бірдеңе айттым, бағана телефон қысып кете беретін деген нәрсе, ол жақсы емес айтқан кезде. Бір күн жарылып кетуі мүмкін. Бірақ ондай да жағдай болды, мысалы кезінде Samsung-тың деген сияқты. Мінекей бүгінгі аяқталды. Енді сіздерге қай телефон ұнады, соны комментария жазып кетіңіздер. Келесіде қандай влог шыққан қалайсыздар, тоже комментария жазып кетіңіздер. Барлық комментарияларды оқимын, байқасаңыздар барлықтарыңызға жауап беремін, лайк басып отырмын деген секілді. Енді бізге қолдау ретінде әрине лайк басыңыздар. Одан кейін каналға тіркеліп кетіңіздер. Вот осымен бүгінгі влогымыз аяқталды. Бәрі сіздер үшін карантинде сіздерге қызмет етеміз. Рахмет.